Құрметті чат қонақтары, саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге өмір компаниясы туралы айтқым келіп отыр. Бұл 1947 жылдан бері келе жатқан препарат. Сұйық түрінде болған, қазір енді свеча түрінде, капсула түрінде шығарылып отыр. Біздің спонсорларымыз Ярославск қаласынан, Россиядан және Северо-Кавказдан, Майкоп қаласынан свечалар әкеп халықтың жағдайын көтеруге, денсаулығын жөндеуге көп еңбек сіңіріп отыр. Енді мен біраз мына кезде отзывтарды жібердім, соны қараңыздар. Грыжа позвоночника, неше түрлі қотыр аурулар, онкология, бауыр, бүйрек, жүрек аурулары. Емдемейтін ауру жоқ, бауыр, өкпе, гемодиализ алып жатқандар, сахардың түсіреді, давлениені орнына келтіреді. Өйткені бұл препараттың ең бірінші қызметі біздің ішіміздегі паразиттарды құртады. Паразиттің кесірінен онкологияға елдің бәрі ұшырап жатқанын білесіздер. Адамның ішіне паразиттар толып кеткен уақытта адамның денесіне қотыр жайлап кетеді. Адамның ішіндегі тамағын ішіп, одан өз өмірін сүрген паразиттар көп ауруларға ұшыратады. Оның бәрін енді қазір елдің бәрі біледі. Бұл ненің препараттың ең бірінші шаруасы сол паразиттарды құртумен айналысады. Содан кейін барып организмді восстанавливать етеді. Жаңағы капсуланың ішінде йод бар. Йод дегеніңіз мидың қызметін жөндейді. Кальций бар. Мынау біздің артроз, артрит тәрізді, мынау сүйек ауруларына өте керемет. Сосын иммунитет көтереді. Иммунитет деген енді организмнің ауруға қарсылығы, соны күшейтеді. Сөйтіп любой ауруды жеңеді. Енді бұны және бұның несі қолжетімді, ешқандай керемет енді деп айтуға болады. Қаншама сіздерге отзыв беріп жатырмын. Бір пачкада 10 штук, 10 штугы 6000 теңге. Дәрігердің алдына барып 6000 теңгеге сіз бір анализ тапсырасыз ба, тапсырмайсыз ба? Сондықтан енді алып конкретно қорықпай ішу керек. Ешқандай побочный эффект дейді ғой, ешқандай бұның организмге несі жоқ. Побочный эффект дейді ғой. Бұл енді өйткені натуральный шөптерден жасалған сондай шығарылған зат деп айтуға болады. Сондықтан пайдаланыңыздар, денсаулықтарыңызды жөндеңіздер және ақшада табуға болады. Қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі күнге сәттілік. Қош келдіңіздер, чат қонақтары. Бұл жерде өте керемет компания, маркетинг өте жақсы. Өзіңізге 2 адам тіркеп қоясыз да, астыңыздағы адамдармен жұмыс жасай бересіз. Әркім өзіне алған сайын сізге топылдап теңге түсіп отырады. 4 түрлі доход бар бұл жерде, маркетинг жақсы. Сол үшін тіркеліп алыңыздар. Өнімнің результаты конкретный, бүткіл жаңағы свечалар, капсулалар бәрі жұмыс істейді. Сол үшін осы жерге тіркеліп жұмыс істеңіздер. Күнделікті апта сайынғы табыстарыңызды алып отырасыздар. Ханымдар, мырзалар, өкінбейсіздер, тіркеліп алыңыздар. Емдеп жатырмын. Осы өмір компаниясының, өзіміздің өмір компаниямыздың свечаларымен қазіргі таңда мен онкологическийлерден ең көп емдеп жатқаным сол гинекологический миома-киста, сосын диализ почкаларды емдеп жатырмын. Ең көп менде қазір пациенттерім солар. Өз көздеріңізбен көріп, өз қайырлы таң құрметті серіктестер және осы жерде отырған қонақтар, лидерлер, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Бұйырса бүгін Атырау қаласында үлкен семинар өтеді. Сол семинарға қатысыңыздар. Өйткені ол жерден көп мүмкіншілікті өз көздеріңізбен көріп, өз құлақтарыңызбен естисіздер. Енді құрметті серіктестер, қараңыздар да, мен мынау кабинетті жіберіп отырмын. Бүгін 5-ші күн бұл кісінің кабинетінде осы қазір 9600 ба, 906 ба, сондай ақша тұрды. Ал мына жерде біз 901.800 кезінде түсіргенбіз. Бұл қалай болды? 3 адаммен миллионер болып отыр ғой. Өйткені біздің маркетинг супер ғой, маркетинг. Біздің маркетингте еш жерде маркетинг жоқ. Біздің өнімде еш жерде өнім жоқ. Біздің өнімді ешқандай компанияның өнімдермен, Япония болсын, басқа болсын, Қытай болсын, Америка болсын,
не қылуға болмайды, сравнить етуге. Өйткені бұның 70 жылдан асқан тарихы бар. Бұны уже ішетін адамдар ішіп, бұның қандай екен, бұл бүкіл тексерістен өтіп кеткен зат. Баяғыда Совет мемлекетінің кезінде. Сол үшін құрметті серіктестер, мына жерде тек қана ем алып емес, бұл жерден сіздер миллионер болуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді қараңыздар, мына кісі 3 адам тіркеп миллионер болып отыр. Ол қалай? Бұл кісі сентябрь айында тіркелген. Сосын бұл кісі тіркелгеннен кейін, бұл кісі бәрі енді группа отырмай ма, бір-біріне көмектесіп, сол кезде спонсоры бұл кісіге Гүлбарам деген кісіні тіркеп берген. Жаңағы личный қылып. Содан кейін бұл кісі вообще одан кейін продукция жоқ болды, анау болды, мынау болды, вообще адам әкелген. Содан бұл кісі деген спонсорский договор түскен. Екінші жаңағы Гүлбарам деген внутренне жұмыс жасап кеткен. Содан бұл кісі осы жақында келеді дағы 36 мыңға қызын тіркейді. Екінші личный қылып. Сол кезде бұл кісіге сатырлап ақша түседі ғой. Содан спонсоры менің личныйым Зульфия ханым түсінбей қалады да, 90 мың деп көріп, сізге 90 мың деп түсті деп айтады. Сөйтіп, сосын оның спонсоры бұл кісінің кабинетіне қараса 90 мың емес 901.800 түсіп тұр дейді. Содан маған шықты Зульфия. Айхан ханым мынандай болып жатыр. Ол қалай 3 адам тіркеп бұл кісі мынандай ақша алып жатыр деп. Сосын біз как раз техработа болды, сонда сбой болып кетіп, компанияға минус болып қалды ма деп, біз сразу компания басшыларына шықтық. Сонда компания басшылары мынаны тексеріп келгенде ешқандай да сбой емес, бұл кісіге түсіп тұрған табыс көзі болды. Ол қалай? Сентябрь айында тіркелген, бұл кісіге спонсоры жаңағы Гүлбарам деген кісіні тіркеп берген. Содан кейін бұл кісі ешнәрсе істемей отырған, кеше келіп қызын тіркеген кезде бұл кісінің біздің компанияның условия бойынша 2 личныйіңіз тұру керек қой. Бұл кісі екінші личныйін тіркегенде бинар жабылып, ақша сатырлап түскен кезде 901.800 бірақ түскен ғой. Көрдіңіздер ма? Өйткені бізде перелив деген бар. Перелив бар бізде. Спонсорский нага деген бар. Бал деген күймейді. Міне соның арқасында 3 адам тіркеп, мына кісі миллионер болып отыр. Өзі түсінбейді, отыр мә деп. Сол сияқты құрметті серіктестер, сіздерге керемет мүмкіншілікті көрсетіп отыр. Бұл жерде ең бастысы өнім жақсы. Ал өнімді жақсы болғаннан кейін уже адамға айту да оңай. Маркетингті қарапайым халыққа жасап қойған. 18 мың теңгемен миллионер болу деген ол енді өте керемет. Басқа компанияларда сіз миллионер болу үшін пәленбай миллион товарооборот беруіңіз керексіз. Ал бұл жерде сіздер 18 мыңды, 36 мыңды, 54 мыңды де салып, керемет табыс көзін табуға болады. Адамдарға айта отырып, баршаңызға тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі жұма күні мүбәрак болсын, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Семинарға келіңіздер. Атырау қаласында бүгін өтетін кешкі сағат 5-те. Фатима ханым, сіз мына жақта сұрақ қойған екенсіз. Бұны тамаққа дейін ішсеңіз де болады, тамақтан кейін ішсеңіз де болады, тамақпен бірге ішсеңіз де болады. Өйткені бұны тамаққа дейін ішсеңіз, сіз кішкене вес тастайсыз, салмағыңыз кетеді. Тамақтан кейін ішсеңіз, салмақ қосасыз. Тамақпен бірге ішсеңіз де салмақ қосасыз. Тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішсеңіз, егер толық болып жатсаңыз, салмағыңызды кішкене тастайсыз. Құрметті команда, мінекей 12-ден 4-ге шейін жұмыс істейді екен. Кабинеттеріңізге кіріп, логиндеріңізді дайындап алыңыздар. Кабинетке кіремайтындарыңыз маған личкаға шығыңыздар, сөйлетейін.